Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы бір қатарлы саптан екі қатарлы сапқа тұру. Саптық элементтер. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға сап элементтерін түсіндіру, бір қатардан екі қатарға сап құру, әскери сәлемдесуді орында және қозғалыста орындау тәсілдерін үйрету. Саптық қалып. Саптық қалып сапқа тұр командасы бойынша қабылданады. Орында тік тұру жағдайы тік тұр командасы бойынша орындалатын саптық қалып. Осы командадан кейін келесі командаға дейін қандай да бір іс-әрекет жасауға, қимылдауға тыйым салынады. Сапқа тұрғандағы тік тұру жағдайы алдын ала берілетін өзге де командалар бойынша қабылданады. Өрістетілген екі қатарлы сап. Екі қатарлы саптағы алдындағы қатар бірінші, ал артындағы қатар екінші деп аталады. Сап бұрылған кезде қатардың атауы өзгермейді. Бөлімшеде 4 немесе одан да аз сарбаз болса, бөлімше бір қатарға тұрғызылады. Бөлімшені екі сапқа тұрғызу, бөлімше екі қатарға сапқа тұр командасы бойынша жүргізіледі. Бір қатарлы сап. Бөлімшелерді сапқа тұрғызу, бөлімше бір қатарға сапқа тұр командасы бойынша жүргізіледі. Екілекті жорықтық сап. Бөлімшенің орнында бір екілекті сапқа тұрғызу, бөлімше бір екілекке сапқа тұр командасы бойынша жүргізіледі. Өрістетілген саптың бұрылу оң жарты адым жасаумен жүргізіледі. Әскери сәлемдесуді орында және қозғалыста орындау. Әскери сәлемдесу орында және қозғалыста орындау, бөлімше тік тұр, назар оңға немесе солға командасын береді. Әскери сәлемдесуді орындау саптың ортасына шығып, яғни ортаға командасы бойынша жүргізіледі. Әскери сәлемдесуді орындау барысында назар саптың ортасында берілуі мүмкін. Яғни бөлімше тік тұр, назар ортаға командасы беріледі. Сабақты бекіту сұрақтары. Сап дегеніміз не? Саптың қандай элементтерін білесіңдер? Әскери қызметшінің бір қатардан екі қатарға сапқа тұрғанда қандай пәрмендер беріледі? Ал енді үйге тапсырма. Бір қатардан екі қатарға сап құру әрекеттері қалай орындалатынын үйреніңдер. Алдын ала берілетін және орындалатын командаларды беруге жаттығыңдар. Назарларыңызға рахмет. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.